Сәлеметсіздер ме? Деди Крочет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қоянды тоқып жалғастырамыз. Бүгінгі бөлімде басын тоқитын боламыз. Мінекей. Және ол үшін амигуруми сақинасын аламыз. Алып, жібімізді шығарып, бос бір ілмек аламыз. Одан кейін осы сақинаға 6 ілмексіз баған алатын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу және де 6. Мына жіпті тартып жақсылап бастапқы мына бір ілмекпен біріктіреміз. Тағы да бір бос ілмек алып, енді арттырмаларға көшеміз. Мына бір ілмексіз бағанға, осы бір бағанға 2 ілмексіз бағаннан тоқитын боламыз. Сонымен бұл қатарда бізде 6 арттырма болады. Қатарда барлығы 12 баған болу керек. Бізде 3, 6, 9, 10, 11, 12 болды. Келесі қатарда тағы да 6 арттырма болады, бірақ оған бір ілмексіз баған, келесі бағанда арттырма болады. Одан тағы да бір баған өзі тоқылады, келесі бағанда арттырма болады. Осылайынан қатарда барлығы 18 баған болу керек. Өзіміз айландырып тоқып алып келеміз. Келесі қатарды көрсетемін. Үшінші қатар аяқталды 18 бағанмен. Ендігі қатарда екеуден кейін арттырма болады. Яғни біреу, мінекей, екеу, үшіншісіне арттырма. Тағы да получается 6 арттырма сонда. И сонда 24 болу керек қатарда. Екеуден кейін арттырма қылып отырасыздар. Сонымен осылайынан айландырып тоқып алып келеміз. 24 болу керек. Мінекей достар, 4-ші қатарды аяқтап алып келдім. Бос бір ілмек алып, бұл қатарда 5-ші қатарда 3 бағаннан кейін 4-ші бағанда арттырма болып отырады. Сонымен тағы да 6 арттырма болу керек. Алдыңғы қатар 24 бағанмен аяқталған болса, бұл қатар 30 бағанмен аяқталынады. Мінекей, яғни 4-шісіне арттырма жасап отырамыз. Осылайынан айландырып тоқып алып келеміз. Бесінші қатар аяқталынды. Енді 6-шы қатарға келдік. Бос бір ілмек алып, бұл қатарда 4-еуден кейін, 4 бағаннан кейін 5-шісінде арттырма болады. Сонымен 36 баған болып аяқталыну қажет. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, мен 5-шісіне арттырма. Тағы да біреуін көрсетші, біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5-шісіне біреу, екеу арттырма. Сонымен осы қатар 36 болып аяқталыну керек. Келесі қатарда кездесеміз. 6-шы қатарда аяқталдық. 6-шы қатарда бізде 36 бағанмен аяқталынды. Енді 7-ші қатар, соңғы арттырманың қатары. Тағы да бір бос ілмек алып, бұл қатарда 5-еуден кейін арттырма болады. Яғни қатар 42 бағанмен аяқталыну қажет. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-шысы арттырма. Тағы да біреу,
2, 3, 4, 5, 6-сы арттырма. Осылайынан достар 42 баған қылып аяқтап алып келеміз. Одан кейінгі қатарлар арттырмасыз болады. 7-ші қатар 42 бағанмен аяқталынды. Енді келесі 7 қатарды біз ешқандай арттырмасыз, кемітусіз осы 42 бағанмен тоқып алып келеміз. Мінекей достар, мен өзімнің 7 қатарымды аяқтап алып келдім. Барлығы 14 қатар болды. Енді 15-ші қатардан бастап қысқартулар басталады. Ол үшін бос бір ілмек алып, 5 ілмексіз баған алып, 6 мен 7-шісі қысқару болады. 3, 4, 5, 6 мен 7-шісі қысқару болды. Тағы да бір рет көрсетейін. 1, мінекей. 2, 3, 4, 5, 6 мен 7-шісі қысқару болды. Осылайынан айландырып алып келеміз. Алдыңғы қатарда бізде 42 бағанмен аяқталынған. Енді бұл қатар қысқартуларды санасақ 6 қысқарту болады. Сонымен қатарда 36 ілмексіз баған болуы қажет. 15-ші қатар аяқталынды. Қатарда 36 баған қалды. Енді келесі 16-ші қатар бір бос ілмек алып, 4 ілмексіз бағаннан кейін қысқарту болып отыратын болады. Сонымен тағы да 6 қысқарту. Сонымен қатарда 36 баған қалу керек. 4, 5 пен 6 қысқарту. 1, 2, 3, 4, 5 пен 6 қысқарту. Осылайынан 16-ші қатарды айландырып алып келеміз. Тоқып өзіміз. Сонымен қатарда 30 ілмексіз баған қалу керек. Мінекей достар, 16-ші қатар аяқталынды. Енді 17-ші қатар бос бір ілмек алып, бұл қатарда 3 ілмексіз бағаннан кейін қысқарту болып отыратын болады. 2, 3, 4 пен 5 қысқарту. 1, 2, 3, 4 пен 5 қысқарту. Яғни міне бір ілмекті алып, келесінен де тағы ілмекті алып, осы 3-шеуін басын біреу қылып шығарамыз. Осылайынан 17-ші қатарды айландырып тоқып алып келеміз. Достар, мінекей 17-ші қатар аяқталынды. Енді 18-ші қатар бос бір ілмек алып, 2 ілмексіз баған аламыз да, біреу міне 3 пен 4 бізде қысқару болып отыратын болады. 2, 3 пен 4 қысқару. 1, 2, 3 пен 4 қысқару. Осылайынан айландырып толтырып алып, тоқып алып келеміз. Мен басымызға уже синтефон салып қойдым. Толтырып тағы да салатын боламын. Бірақ осылай сіздер де салбасаңыздар болады, кейін салсаңыздар да болады. Маған бірақ кейін кішкене ыңғайсыздау. Сол себепті мен қазір салып алдым. Достар, 19-ші қатарға келіп жеттік. Бір бос ілмек алып, келесін ілмексіз баған алып, біреу міне 2 мен 3 қысқарту. Тағы да ілмексіз бір баған, 2 мен 3 қысқарту. Осылайынан айландырып тоқып алып келеміз. Қатарда 12 баған қалу керек. Енді 20-ші қатар. Бұл қатарда бізде 12 баған қалған болса, келесі қатарда 6 қалады.
болады, сонымен аяқталынады. Енді бір бос ілмек алып, бұл жерде уже барлығы қысқарту болып кетеді. Міне бір қысқарту, осылай соңғы жағы кішкене қиындау. Алты қысқарту болады, сонымен қатарда 6 баған қалады. Мінекей 6 баған қалды. Сонымен басы аяқталынды. Мына жіпті алып, шығарып, кесіп тастаймыз. Кішкене ғана қалдырамыз. Осылайынан сөгілмес үшін 1-2 ілмек іліп алсақ, бұл байқалмай кетеді. Қазір денесімен біріктірген кезінде мына жіп ішіне қарай кетіп қалады. Ал енді құйрығын тоқитын боламыз. Құйрығын тоқу үшін мына амигуруми сақинасын аламыз. Сол амигуруми сақинасына 6 бір бос ілмек алып, кейіннен 6 ілмексіз баған аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жіпті жақсылап тартып, біріктіреміз да. Бірінші ілмекке біріктіреміз. Сонымен мына біріншісін санамағанда, өйткені ол біріктіріліп кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып қалады. Мына соңғы ілмек 6-шысын болып қалады. Мен солай біріктіремін. Кейбіреулер басқаша біріктіру мүмкін. Енді тағы да бір бос ілмек алып, ешқандай арттырмасыз, тағы да 6 ілмексіз баған тоқимыз. 2, 3, 4. Мына жіпті алып жіберіп тоқсаңыздар да болады, немесе қалдырып қойсаңыздар да болады. Бірақ маған тоқып жіберген ыңғайлы. Сол себепті өздеріңізге байланысты. 4, 5, және де соңғысы 6. Мына осылайынан домалақтанатын болады. Тағы да бір қатар тоқимыз.
келесі үшінші қатар қысқарулардан тұратын болады. Мінекей бос бір ілмек алып қысқаруларды жасаймыз. Біреу және де екеу, мінекей біреу екеу. Үш қысқарудан тұратын болады, өйткені алтыны екі-екіден қысқартқанда үшеу. Үш қысқарту ғана болады. Болды, сонымен дайын десек болады. Мінекей домалақ болып шықты. Үш ақ қатар өстіп тоқимыз. Одан кейін жіпті қатты қысқа емес, қатты ұзын емес, тігу үшін, тігуге ыңғайлау дегенше осылайынан қалдырып қырып тастаймыз. Сонымен дайын болды. Мінекей енді осыны жаңа шортик тоқитын боламыз. Біз қоянға сол шортикті тоқып болғаннан кейін денесіне біріктіріп тігеміз. Мінекей басы дайын. Осымен қоянды тоқып үйренейік атты сабақтың үшінші бөлімі аяқталды. Келесі бөлімде денесін біріктіріп біз жаңағы үстіне шортик тоқитын боламыз. Сол шортикпен сонымен қоянды тоқу сабағы аяқталынады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер.